Қайырлы күн құсер қауым. Міне менің 28 июньде туған, шыққан үндік балапандарым. Так, 25 күн болды. Енді 5 күннен кейін 30 күн бір ай болады. 28 июньде шықты. Бүгін 22-сі. 25 күн болды. Енді бір 5 күнде 27-сі, 28-сі бір ай болатын. Міне ашып жатыр. 25 күнде осындай болады екен үндіктің балапандары. Қазір пропойкасы жасап жатырмыз. Міне ақты да құйрығын өйтіп жатыр, шығарып, распушить етіп, сонда еркегім екен. Бұның енді еркегін ұрғашысын айыру білмейміз ғой енді. Ошым осындай болды, қандай әдемі өзін шықты, қандай үндік болып жүр міне. Қанатын жазып бардым. Ойбай, қыттай жігіт болып жүр өзі, қыттай жігіт. 25 күнде осындай болды. Алла бұйыртса енді. Қысқа дейін кішкене оңал өсіп кетсе, нормально болып, қысқа төзімді ғой, енді соны ауырмасын деп, сол үшін мен мұнан еркегі көп сияқты ғой. Бәрі қанаттарын ашып кеткен дейсің. Ұрғашысы бітпейтін сияқты ғой. Төртеуі, біреуі де бар, бесеу мұнан бәрі еркек емес пе, масқара еттің астында қалатын болдық қой. Қандай үндіктер. Пропойкасын жасап жатырмыз. Әлі бүгін 5-ші күн. 5-ші күн айттым ғой, 1-ші күннен 5-ші күнге дейін 5 күн бойы жаңағы витаминдерін, антибиотиктерін, витаминдерін береміз. Сосын 2 күн суббота, воскресенье, 2 күн таза су ішеді. Енді қазір бүгін жаңағы фурозолидон менен тетрациклинді ішіп жатыр бұлар. Бүгін 5-ші күн, 5 күн бойы. Енді суббота, воскресенье таза су береміз де. Так, келесі 1-ші күннен бастап, 1-ші күні қай күн? 20 нешесі? Ошын 1-ші күннен бастап, так, 22, 23, 24, 25 ма, 1-ші күн 25-нен бастап, значит, витом беру керек, бірақ витом дейтін бізге келмей жатыр. Витом российский фирма деп бізге жаңағы ол дәрісі келмей жатыр. Енді біздер береміз бұларға. Так, кальций борглюканат деген 3 мл 1 литр суға. Шприцпенен 3 мл аламыз да. Пяти шприцпенен 3 мл 1 литр суға езіп, 5 күн бойы соны береміз енді. Келесі 1-ші күннен бастап, Алла бұйыртса. Содан кейін кішкене өсіңкірегеннен кейін оның да бір күні бар, метронидазол береміз. Метронидазол, ол артынан оны тағы да түсіріп көрсетем. Мұналар бәрі қанаттарын жай өздері жолып жүр. Ойбай. Ту. Міне 25 күнде осындай болады екен, интересно, да? Құдай, бәрі қанаттарын жайып кетті, мұнан бәрі еркек болар. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.